Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандар? Наурызым аудандық орталық кітапханасы Елдес Омарұлы еліміздің тарихи тұлғасы тақырыбындағы кітап көрмесін назарларыңызға ұсынады. Елдес Омарұлы бұрынғы Торғай облысы Қостанай уезі Дамбар болысы номер 2 ауылда 1892 жылы 1 наурызда дүниеге келген. Қоғам қайраткері, педагог, публицист. Қостанай қаласындағы 2 сыныптық орыс-қазақ училищесін, Орынбордағы орыс-қазақ мұғалімдер мектебін бітірген. Алашорда үкіметін құруға белсене араласқан. Уақытша үкіметтің Торғай уездік комиссарының көмекшісі, Торғай облысы азаматтық комитетінің төрағасы қызметтерін атқарған. 1 және 2 жалпы қазақ съездеріне қатысқан. Қостанайда өткен Қостанай уезі қазақтарының төтенше съезінде жер мәселесі туралы баяндама жасаған. Қостанай уездік Алашорда комитетінің төрағасы ретінде жергілікті халықты Алаш автономиясын қолдауға шақырған. Торғай облысы земствосы төрағасының орынбасары, төрағасы болған. Орынборда халық ағарту комиссариатында инструктор, кеңестік партия мектебінде оқытушы болған. Осы кезеңде ол көптеген ғылыми мақалалар жазған. Қазақ халық ағарту комиссариатының академиясының орталығында қызметкер, Қырғыз халыққа білім беру институтында оқытушы болып, саяси әлеуметтік, оқу ағарту және тіл білімі мәселелеріне арнап көптеген мақалалар жазды. Елдес Омарұлының 3 томдық шығармалар жинағы біздің кітап көрмемізде қойылған. 3 томдық шығармалар жинағының 1 томында Елдес Омарұлының қазақ тілі синтаксисі бойынша жаттығулар жинағы атты Қазақстан Республикасының орталық мемлекеттік архивінен табылған еңбегінің қолжазбасы, ақы заң атты аудармасы, әліпби, емле, терминге қатысты мақалалары, түрлі конференция мен жиында сөйлеген сөздері енген. 2 томында Елдес Омарұлының физика оқулығы, Сингерден аударған физикасы, физика атты оқу құралы енген. Еңбек 20 ғасырдың басындағы термин жасам үдерісінен нақты тілдік тарихи дерек береді. 3 томына Елдес Омарұлының 1928 жылы жарық көрген пішіндеме атты оқулығы, 1935-40 жылдары жарық көрген Рыбкинен аударған геометрия есептерінің жинағы, стереометрия енген. Қазақ тілінде геометрия терминдерін қалыптастырған бұл еңбектері оқырмандар назарына алғаш рет ұсынылып отыр. Бүгінгі таңда физика оқулықтарын жазатын мамандар, аудармашылар, сала терминдерін, қазақ тіл біліміндегі терминдердің қалыптасып, дамуы, қазақ әдеби тілінің тарихын зерттеуші мамандар үшін таптырмас құрал болып табылады. Елдес Омарұлы 1937 жылы 2 желтоқсанда ату жазасына кесілген. Назарларыңызға рахмет.